Бұрғылау қондырғысы мұнараларын тексеру. Бұрғылау мұнараларын техникалық басшы 2 айда бір реттен кем емес, бұрғылау учаскесінің бастығы айына бір реттен кем емес, бұрғылау шебері 10 күнде бір реттен кем емес, бұрғылаушы әр ауысымды қабылдау кезінде тексереді. Бұрғылау мұнарасының қалыпты жағдайын тексеру келесі жағдайларда: бұрғылау қондырғысының орнын ауыстырғанға дейін және одан кейін, айналдыру құбырын түсіргенге дейін және одан кейін, ашық жердегі күші 6-7 балл және одан да жоғары болатын желілерден кейін, авариялардың салдарын жою жұмыстарына дейін және одан кейін. Мұнараның тегірлік қосылғыларының құрылымдары олардың өздігінен бұралып кетуін болдырмауы тиіс, яғни арнайы сыналық бекітіледі. Биіктігі 14 метр және одан да биік бұрғылау мұнарасын болат темірден жасалған тартпаларынсыз пайдалануға рұқсат етілмейді. Бұрғылау қондырғыларының мұнарасы туннель түріндегі баспалдақтармен жабдықталуы тиіс. Баспалдақтар бір-бірімен 3 қатар жолақ темірмен бекітілген сақтандырғыш доғамен жабдықталуы тиіс. Биіктігі 14 метрден жоғары бұрғылау қондырғыларының мұнаралары қоршауы бар тартпалы алаңмен жабдықталады. Құбыр қабылдағыш доға сынып, құлаудан сақтану мақсатында қауіпсіздік арқанмен жабдықталып, 3 қысқышпен бекітілуі тиіс. Қауіпсіздік бірінші орында.